Мен 35 миллион қарыздан бір жылда қалай құтылдым? Бір күні Инстаграмда отырып бір пост оқыдым. Сол постта жазылған: егер сен осы дұғаны күніне 100 рет қайталайтын болсаң, қарызыңнан құтылуыңа көмектеседі. Қарыздан құтылудың дұғасы деп жазылып тұр да. Сол дұға ля хауля ва ля қуввата илля биллах деген дұға. Сол дұғаны бір апта қайталаймын, бір ай қайталаймын. Бір күні басыма идеялар келе бастайды сол дұғаны оқып жүрген кезде. Мен істеп жүрген жұмысымнан бөлек қосымша саудалар, қосымша қайдан табыс тапсам болады, кімге қанша қарызым, кімнен қанша қарыз алдым, ақшамды осынша уақытта қайтарам деп келісіп, барлығын жаза бастадым күнде. Қазақта бір керемет сөз бар ғой: қарыз бай қылмайды, қарыз уайым қылады дейді. Қарыз алған күледі, қайтарған жылайды. Осы қарыздың кесірінен қаншама адам сотталып кетіп жатыр, қаншама адам бір-бірін өлтіріп те жатыр, ренжітіп те жатыр. Қарыздың ауырлығы туралы Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай деп айтқанда: шейіттің барлығының күнәсі кешіріледі, бірақ қарызы кешірілмейді деген. Тіпті Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям адам дүниеден озған кезде мәйіттің жанын тапсырмай тұрып, бұның қарызы бар ма еді деп сұраған. Жалпы адам дүниеден өткен кезде өзі сұрайды ғой, бұл адамның қарызы бар ма еді деп жақындарынан. Енді бұл сөздердің бәрі бір керемет, дегенмен қарыз алмауға тырысу керек. Шама болса кредит, қарыз дегенге жоламау керек.